Мені алып қашқанда аяғымдағы тапчыкам түсіп қалып, жалаң аяқ, көйлегім жыртылып, алба-жұлбамды шығарып алып келген болатын. Ол кезде небәрі 20 жастамын. Жарайды, ұят болады деп көндім. Әке-шешемді жерге қаратпайын деп көз жасымды көл қылып қала салдым. Сөйтсем күйеусімағым маған жақындай алмайтын болып шықты. Онысына қуанып мен жүрмін. Өз еркімсіз күшпен зорламағанына қуандым. Баламын ғой сонда. Тіпті жақындамады да. Екеумізге төсек салып бергенімен ол арырақ жерге төсек салып теріс қарап жата қалды. Беташардан кейін мен бір сұмдықтың куәсі болдым. Қонақ бөлмесіне кіріп қалсам, әлгі күйеусімағым туған жеңгесімен сүйісіп, аймаласып тұр екен. О, тоба, мұндайды кім көрген? Ол әйелдің 4 баласы